Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай созылмалы, өте дәмді болып шығатын жұмсақ пиццадан етін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып боламын. Алдымен ұнымыздың үстіне ашытқымызды, қантымызды, сұйық майымызды құятын боламыз. Оливковое масло. Суымызға жарты чай қасық тұз салатын боламыз. Суымызды біртіндеп құятын боламыз. Біздің суымыз жылы болу керек. Бастапқыда шаң-шаңның көмегімен осылай араластыралып, содан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ емес, өте қатты емес, орташа илену керек. Бастысы біздің ашытқымыз өте жақсы болу керек. Міне 20 минут өтті. Қамырымызды екіге бөліп, зәйтүн майымызды жан-жағына жағып, салафанмен бөліп қоямыз. 15 минутқа тағы да қоятын боламыз. Мінекей біздің уже қамырымыз көтерілді. Енді оқтаумен жаятын боламыз. Мен мұнда 10 сепкен жоқпын. 10 сеппесеңіздер де қамырымыз өте жақсы жайылатын болады. Пергаментке қойып аламыз. Пергаментке қойғаннан кейін тағы да түзейтін боламыз. Қамырымыз өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа жайылу керек. Енді пиццамызға арнайы соусымызды жағатын боламыз. Мол қылып жақсаңыздар болады. Жан-жағына жағып, өткіштен өткізген сырымызды салатын боламыз. Сырымызды салып болғаннан кейін бетіне колбасамыз қоямыз. Духовкамызды қыздырып қоятын боламыз. 200 градуста 10 минут қана пісіретін боламыз. 10 минуттың ішінде біздің пиццамыз пісіп кетеді. Пиццамыз дайын болды. Енді кесетін боламыз. Біздің пиццамыз өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.